Қош келіпсіздер каналыма. Сіздерге осыдан 2 апта бұрын фикусты макушкасынан қырқып, одан кейінгі нәтижесімен бөлсем деген болатынмын. Бұл бізде бірінші часть болған. Енді қазір сіздерге мен осы целлофан, осындай кішкентай иголка болмаса өте ошы үскір қайшы и осындай цитокиновая паста керек. Осындай болады. Гормональды паста. Цитокиновая паста дегеніміз. Енді сіздерге осы 2 апта бұрын макушкасын қырқаған фикус гүлінің жағдайын көрсетем. Қараңыздар, мына жерде верхушка уже жанынан мынау 100% оянады дегеніміз оянып келе жатыр. Нәтижелі уже 2 аптада осындай болды. Бұл норма. Одан кейінгі жапырақтың астындағысы әлі ойланып тұр. Міне қараңыздар. Одан кейінгісі тағы өстіп өте процесс кішкене баяу жүріп жатыр. Мен бұған ешқандай витамин беріп жатқан жоқпын, стимулятор ештеңке сеуіп жатқан жоқпын, хотя себу керек едім, HB101, дайпасақу, тағы да басқа витаминдермен. Енді қазіргі таңда сіздерге мына оянбай қалған әрбір почкасына қалай цитокиновая пастаны қолданамыз және цитокиновая пастаға тепличка жасау міндетті емес, сонымен толыққанды видео болады, қысқадан нұсқа. Қараңыздар, енді цитокиновая пастаны осылай жыртып аласыздар, мына жерін былай сындырасыздар. Бұл өзі бітіп ағады. Міне. Одан кейін оның крышкасын обратно жауып қоясыз, бір-екі қолданғаннан кейін. Мына жерінде өзінің иголкасы болады. Соны осылай бітіп кигізе саласыз шапка қылып. Керісінше болды. Бұның еш қиыншылығы жоқ. Міне. Бұлай сындырдық, қалыпқа шоғын киіндіре саласыз. Шешіндіресіз, жағасыз деген сияқты. Енді бізге не үшін мынандай не керек? Обработка жасап аласыздар. Перекиспен не спиртовкамен лучше. Енді қай жерде бізде оянбай қалды, міне. Енді бұл жерде 2 нюанс бар, сіздерде сақталу керек, қараңыздар. Мына жерінде бізде оянып тұр, бұған теспейміз, бұл әрі қарай ояна түседі. Мына өзі міне уже кеуіп, образует еткен, толықта кеуіп кеткен. Мынаусы енді оянып келатыр, мынаусы енді оянып келатыр, иә? Енді бізде оянайын деп тұрған, бірақ жабық почкалар бар ғой, мынандай сияқты, мысалы, мынау сияқты. Осылардың үстінен қырамыз. Қырғанда қалай қырамыз? Қазір мен сіздерге осы жақын тұрған видеосымен көрсетейін. Міне, мынаның острый ножтың несін алып аласыздар. Ұшын. Және де осымен аккуратно ұшын бүлдірмейтіндей. Міне, кішкене сүт шығады ғой. Міне, қырасыздар, кішкене сүт шығады, сүт шығу керек, сүтін қырқып тастаймыз да, қазір паста жағамыз. Әрбір почкасын өстесіздер, міне. Өстіп істеп аласыздар, сүтінің барлығын ұқтатасыздар, былай айтқанда сүртіп аласыздар. Сөйтіп, әрбір почкасына қазір цитокиновая пастаны қалай жағу керектігін көрсетемін. Сүртіп алдық, ешқандай сүт ағып тұрған жоқ, көрдіңіздер. Әрбір почка, яғни сізге қанша почка керек ояту, сонша почкасын түрттік, яғни ояттық бетінде. Енді осы цитокиновая пастаны осылай ашып аласыздар да, мына кішкентай ғана міне өзі сұйықтық болады. Осындай гормональный паста. Міне. Осыны әрбір жеріне почкасына жағып шығамыз. Міне мына оянайын деп тұрған почкасынан бастаймыз. Көп кет қалмасын десеңіздер, осылай мына қайшының ұшына жағып, әрбір жерге средний консистенцияда болады, свежий алсаңыздар, сұйықтау болады, ұзақ мерзімге тұрып қалса, кішкене қоюланып кетеді. Енді срок годности бар ғой, все-таки. Міне осылай жақтық. Әрбір қайсына осылай жағып шығамыз. Қанша почка ояттыңыздар, сонша почкаға жағып шығасыздар. Бұл гормонды препарат, гормонды маз, гормонды сұйықтық болады, сол бізде гормон оятады. Бұлай айтқан кезде кішкене стимулятор ғой. Міне осылай жағып шықтық. Енді цитокиновая пастамызды жауып, бізге осындай целлофан. Целлофан бізге мына почканы жабатындай етіп қырқылу керек. Пищевой пленка, желательно пищевой пленка жұмсақтау болғандықтан осындай пищевой
пленка алғандарыңыз мейлінше жақсы, қалың, жұқа деп керек емес кескен кезде. Бір келті просто почкаға тепличный системасы жасап тұру үшін ғана қырқсаңыз жетеді. Қазір көрсетем сіздерге. Міне, осындай қалыңдықты аласыздар. Істесіздерді. Әрбір оятқан почкаларыңызды үстіп теплица жасап, үстіп орайсыздар. Қазір қалай орап атқанымды көрсетем. Жаңағы маз кеуіп кетпеу керек олай айтқан кез сіздерде. Сол кеппейтіндей жағдай жасап, әрбір қайсысын орайсыздар. Не, осылай почканың барлығын целлофанмен, пищевой пленкамен жабасыздар. Бұл кем дегенде 3 күнге тұрады. 3 күнде бір қалыпты жылылық және жарық тұратын жерге қоясыздар. 3 күннен кейін шешіп алып тастайсыздар, болды. Сол пастамен ары қарай результатын тағы көреміз сіздерге. Бұл екінші бөлім, яғни фикус гүлінен қиғаннан кейінгі бірнеше рост алу екінші тәсілі, екінші бөлімнің видеосы. Ары қарай сіздерге нәтижесімен бөлісетін боламын. Сіздер де осындай нәтиже жасап жатсаңыздар, және цитокиновый пастадан нәтиже көріп жатсаңыздар, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар, бөлісіңіздер, айтыңыздар, тағы да қандай методпен сіздер фикус гүлін оятасыздар. Жалпы, именно фикус тенекеге емес, басқа фикустарымда осындай цитокиновый пастасыз қалай ояту қажет деген сұрақтар, егер ол пастаны таба алмасақ, біз қалай оятамыз деген сұрақ туады. Сол сұраққа да сіздерге будущее мен видео түсіретін боламын. Бұл уже басқа темада болады. Бұл уже фикус тенекейдің толыққанды түсірілген видеосындағы екінші бөлім. Келесі видео кездескенше қош саламатта болыңыздар.